Армысыздар, сіздермен қызық факт арнасы. Бауыр ағзадағы тазалаушы құрал, әсіресе тамырымызда ағатын қанды тазалайды. Бірақ біздің жағымсыз әрекеттеріміз, салауатты өмір салтын сақтамағанымыз, көп көлемде дәрі қабылдағанымыз бауырға зиянын тигізеді. Салдарынан бауыр улы затқа толып, жұмысы нашарлайды. Ол үшін не істейміз? Осы орайда бауырды дәрісіз қалай тазалаймыз деген сұрақтың тууы заңдылық. Оған жауап ретінде мына әдістерді ұсынамыз. Өзіңізге оңай, ыңғайлы әрі тиімді түрін таңдап алып, сынап көріңіз. Достар, сіздерден кішкене өтініш, арнамыздың дамуына өз үлесіңізді қосып кетіңіз. Ол үшін каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдырсаңыз жеткілікті. Сонда сіз көп адамның көруіне себепші боласыз. Мейіз тұнбасы. Мейізді жүзімдерді кептіру арқылы жасайды. Оның құрамында көптеген витаминдер мен минералдар бар. Пайдалы қасиеттеріне орай мейізді бауырды тазалау мақсатында жиі қолданады. Сондай бір әдісін сіздерге ұсынамыз. Бізге керегі 400 мл су мен 150 грамм мейіз. Алдымен мейізді тазалап жуасыз, ыдысқа қажетті суды құйып отқа қойыңыз. Қайнап шыққан соң мейізді салып, 20 минуттай баяу отта қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң отты өшіріп, ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Таңертең тұнбаны сүзіп алып, аздап жылытып ішесіз. Ескерте кететін жайт, емдік қасиеті мол тұнбаны таңертең аш қарынға ішу керек. Сосын 30-35 минуттан кейін таңғы асқа отырасыз. Осылайша үзбей 4 күн жүргізесіз. Дегенмен екінші күн-ақ керемет нәтижесін көресіз. Тұнбаны мейлінше түнде дайындағаныңыз дұрыс. Мейіз тұнбасының денсаулыққа ешқандай да зияны жоқ. Тіпті бір айда бір апта бойы ішсеңіз де болады. Бірақ ем кезінде майлы, қышқыл мен алкогольді ішімдікті шектеу керек. Екінші тұнбаның түрі сұлы тұнбасы. Сұлы ең пайдалы азық-түліктердің бірі. Оның құрамында В тобының витаминдері мен көптеген микроэлементтер, атап айтсақ, темір, фосфор, калий, кремний бар. Сұлы тұнбасын іш қату, диарея кезінде, асқазан ішек жолының қызметін реттеуде, өт айдағыш ретінде бауырды тазарту үшін пайдалану ұсынылады. Сұлы тұнбасын дайындау үшін 3 литр ыстық суға 1 стакан сұлыны салып, бетін жауып қойыңыз. Шамамен 10-12 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, 200 мл-ден ішесіз. Емді күніне 2-3 рет қабылдау керек. Бауырды тазалауда сәбіз шырынының пайдасы өте зор. Ол үшін 2-3 дана сулы әрі балғын сәбізді шырын сыққыштан өткізіңіз. Оған қант қоспайсыз. Дайын болған шырынды 200 мл минералды газсыз сумен араластырыңыз. Дайын болған емдік сусынды өте жай ұрттамнан ішесіз. Емді күнде таңертең аш қарынға жүргізу керек. Емделу ұзақтығы бауырдың жағдайына қарай 3,5 айдан 8 айға дейін жалғасады. Ақжелкен тұнбасы бауырды тазалауда таптырмас құрал. Ақжелкеннің құрамында адам ағзасына қажет барлық биологиялық белсенді қоспалар бар. Оны келесі ауруларды емдеуде қолданады. Зәр жолдарының инфекцияларында, циститте, бүйрек тастары, асқазан ішек аурулары, іш қату, қант диабеті кезінде, сондай-ақ бауырды шлактардан тазарту кезінде тұнбасын пайдаланады. Ол үшін бір бума ақжелкенді тазалап жуып алып, ұсақтап турайсыз. Оған 4 дана сулы сәбізді, 2 сабақ сельдерейді және жарты дана лимонды қосып блендермен араластырасыз. Дайын болған сұйықтықты таңғы астан алдын ішіңіз. Бауырыңызды шлактардан тазарту үшін әртүрлі шөптерден жасалған тұнбаларды да ішу керек. Ол үшін жарты литр қайнаған суға 3 ас қасықтан ұнтақталған итмұрын, бақбақ және қалақай шөптерін саласыз. Ыдыстың қақпағын мықтап жауып тұндыру керек. Сусын салқындаған кезде сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 3 рет ішіңіз. Емді тамақтанудан 30-40 минут алдын жүргізесіз. Бұл тұнба зат алмасуды жақсартады, өттің жұмысын реттейді, бауырдағы шлакты шығарады. Емделу ұзақтығы 1 ай. Араға 2 ай үзіліс жасап, емді қайта жүргізуге болады.
Аталған үш шөптің де атқаратын қызметі орасан зор. Итмұрын зат алмасуды жақсартып, өттің шығуын тездетеді. Бақбақ бауырды улы заттан, шлактан керемет тазартады. Ал қалақай өттің тез әрі дұрыс шығуына ықпал етеді. Сонымен қатар өт жолдарын шлактан тазалайды. Достар, видео пайдалы болды деген ойдамын. Осы видеоны тарқатып, көп адамның көруіне себепші болыңыздар. Және пікірге келесіде қандай тақырыпта видео күтесіз жаза кетіңіз.